Сарымсақ денсаулыққа жақсы әсер ету үшін қалай қолдану керек екенін білесіз бе? Білмесеңіз бөлісе кетейін. Видеоның соңына қарай ағзаңызға тез әсерін беретін, сіз білмеген сарымсақтың емдік қасиетін айтамын. Ол үшін менің пайдалы арнама тіркеліп, өз пікіріңізбен бөлісе кетіңіз. Себебі менің видеоларымды 90% адам тіркелусіз көреді екен. Ал бұл менің тарапымнан үлкен еңбек. Еңбегімді бағалайсыз деген ойдамын. Сарымсақ пияз тұқымдасына жататын шөптесін өсімдігі. Оның негізгі отаны оңтүстік шығыс Азия. Оның дамы ащы, иісі өткір болып келеді. Ол жер астында өседі. Оған көп күтім қажет. Егілген жер құнарлы әрі жұмсақ болып, уақытында су құйып күтсе, жақсы өнім береді. Сонымен қатар сарымсақ әр түрлі аурулармен белсене күреседі. Тексерілген деректер бойынша сарымсақты көбірек тұтынатын адам жүрек ауруына ұшырамайды. Егер жүрек ауруы мазалап жүрсе, сарымсақты көбірек тұтынса, аурудан табиғи жолмен бірден жазылуға болады. Ежелгі Египетте сарымсақ сөзінің мағынасы адамзатты құтқарушы дегенді білдіреді. Себебі ауыр жұмыс жасайтын жұмысшылардың ас мәзіріне міндетті түрде сарымсақты қосқан екен. Себебі ол күш береді деп санаған. Сонымен қатар 2009-2010 жылдары Қытай елінде шошқа тұмау ауруы тарап, біршама адам қайтыс болған екен. Ал аман қалып, бұл аурумен ауырмағандардың көпшілігі сарымсақты көбірек тұтынған екен. Қазіргі кезде де Қытай, Корея, Италия, Үндістан сарымсақты ең көп пайдаланатын елдер қатарына жатады. Сарымсақ орталық Азия елдерінде көп өсіріледі. Қазіргі кезде елімізге көбінесе Өзбекстан, Түркменстан елдерінен келеді. Ғалымдардың айтуынша, сарымсақтың тек өзін ғана емес, оның қабығын, сонымен қатар сабағын да жеуге болады. Қабығын көбінесе қайнатып ішкен дұрыс. Сарымсақтың бір түйірінің өзі денсаулығыңызға үлкен әсер етіп, белгілі аурулардан құтыла аласыз. Ол үшін таңертең ұйқыдан тұрғанда сарымсақтың бір түйірін немесе жартысын аузыңызға салып, жарты сағат, егер жақсы әсер еткенін қаласаңыз, 1 сағат сорып жүруіңіз керек. Сонда сарымсақтың құрамындағы дәрумендер лимфаға, қан айналымына, тамырларға, жүрек, бауыр, асқазан, ішек жолдарына, ауыз қуысына, тілге, тіске әсерін беріп, ағзаңыз тазарып, өзіңізді жеңіл сезінесіз. Сонымен қатар, ауыздағы жағымсыз иістен құтыласыз. Себебі сарымсақ асқазанды толығымен тазалайтын күшке ие. Ол үшін сарымсақты тілдің астына салып, оның дәмі кеткенше сорып жүру керек. Сосын тісіңізді мұқият тазалап, жылы сумен шаю керек. Мезгілдің кез келген мерзімінде тұмаумен көп ауырамыз. Тіпті кішкентай балалар мен жасы үлкен апа-аталарымыз да тұмау айналып өтеді. Сарымсақтың тұмаумен күресетін күші бар екенін бәріміз білеміз. Егер сарымсақты тамақпен қосып жеп, оны мойныңызға жіппен өткізіп қойып, иіскеп жүретін болсаңыз, тұмау індетінен құтыласыз. Себебі сарымсақ індеттерден қорғап жүреді. Дәрігерлердің зерттеуінше, күнделікті сарымсақты тұтынатын адам өзін тұмаудан 60% қорғайды. Сарымсақ қан тазалайтын күшке де ие. Сондықтан қаныңыз тазарғаннан соң бетіңізде, теріңізде тазарып, жасара түсесіз. Бетіңізде әжім түсудің алдын алып, безеулердің пайда болуын азайтып, қартаю үдерісін баяулатады. Егер буын аурулары мазалап жүрсе, сарымсақ тағы да көмекке келеді.
Себебі оның құрамындағы дәрумендер тұз жиналудың алдын алады. Сүйек майларын толықтырады, сүйекті қатайтып, буын ауруларымен белсене күреседі. Қазіргі кезде артық салмақ үлкен мәселе болып бара жатыр. Оның негізгі себебі әртүрлі пайдасыз тағамдардың көбеюі. Соның салдарынан асқазан жұмысы бұзылып, артық салмаққа тап боласыз. Одан құтылу үшін де сарымсақты пайдаланған жөн. Ол үшін түскі және кешкі асқа сарымсақтың бірнеше тілімдерін қосып тамақтанған жөн. Сарымсақты тұтыну арқылы асқазан, бауыр, бүйрек, ішек жұмыстарын жақсартып, әртүрлі созылмалы аурулардан құтылуға болады. Сонымен қатар, тәбетіңіз жақсарып, іш қату сынды мәселелер болмайды. Әлемде ең көп таралған аурудың бірі ішек ауруы, яғни ішекте болатын құрттар, паразиттер. Бұл аурумен жер бетінде 1 миллиард адам ауырады. Көпшілік адам сарымсақты тұтынса, бұл аурудан құтылатынын білмейді. Керісінше, қымбат дәрілерге жүгіріп, ауруына ауру қосып алады. Сол үшін де пайдалы әрі табиғи өнімді тұтынып, ішек құрттарынан арыла аласыз. Кең тараған аурулардың бірі әрине қатерлі ісік аурулары. Өз елімізде де қаншама адам, қаншама кішкентай балалар бұл аурумен күресіп жатыр. Сарымсақты тұтыну ісік ауруларының да алдын алады. Себебі оның құрамындағы селен, күкірт, сульфид сынды дәрумендер ісік ауруларына қарсы тұрып, оны туғызбайтын күшке ие. Ағзадағы қажет емес шлактарды шығарып, қатерлі ісік ауруларының жасушаларын өлтіреді. Егер 12 апта бойы сарымсақты тұтынатын болсаңыз, қан айналымы, мидың жұмысы жақсарып, қанның ұюын болдырмай, жүрек талмасының алдын алады. Сарымсақтың тағы бір ерекше емдік қасиеті тері ауруларына байланысты. Адам кез келген жаста әртүрлі тері ауруларына тап болады. Одан құтылу үшін неше түрлі дәрі-дәрмектер қолданады. Ол керісінше қауіпті болуы мүмкін. Себебі дәрілер әртүрлі қоспалардан дайындалады. Егер табиғи өнімдерді тұтынсаңыз, бұл аурудан да айығуға болады. Ағзаңызда безеу, диатез, теміреткі, парша, қышыма қотыр, күбіртке, сыздауық сынды тері аурулары болатын болса, сарымсақ тағы да көмекке келеді. Бір ғана сыздауық ауруынан жазылу үшін, сыздауықтың өлшеміне сәйкес шүберек немесе таза матаны алып, өсімдік майын кішкене құйып, туралған сарымсақты салып, шүберекті орап, жараға басып таңып тастау керек. Сарымсақтың түріне қарай ауыстырып отыру керек. Сонда жара тез жазылып, әрі ізі де қалмайды. Қазіргі кезде ересек адамдармен қатар жастарда, кішкентай балаларда шаш түсу жиі орын алып бара жатыр. Мұның себебі ағзаға белгілі дәрумендер жетіспеуінен. Егер шаш түсу мазалап жүрген болса, сарымсақтың суын әртүрлі құралдар арқылы сығып алып, арнайы тұнба дайындап, шашқа жағып қою керек. Сонда шашыңыз тез әрі қатты болып өседі. Ал егерде ұйқысыздық мазалап жүрсе, күнделікті ұйықтар уақытта жастығыңыздың астына ашылған сарымсақтың 2 не болмаса 3 түйірін қойып жатыңыз. Сонда ұйқысыздықтан біржолата құтыла аласыз. Ескере кететін жайт, сарымсақты жүкті әйелдерге шамадан тыс тұтынуға болмайды. Себебі мерзімінен бұрын босану, іш ауруы сынды жайсыз сезімдерді тудырады. Сарымсақтың көп адам біле бермейтін негізгі емдік қасиеті сумен қосып ішу. Яғни, сарымсақ қосылған суды ішсеңіз, ағзаңыз толығымен тазарып,
қан қысымыңыз реттеліп, ұзақ өмір сүруге жол ашып, айтарлықтай нәтижеге қол жеткізесіз. Оны дайындау үшін 2 немесе 3 сарымсақ түйірін ашып, қайнаған суға салып, арнайы тұнба дайындап, күніне 2 мезгіл ішесіз. Бар болғаны осы әдіспен ғана денсаулығыңызды жақсартып, жас қалпыңызды сақтай түсесіз. Адамзатқа Алладан берілген ең үлкен нығметтің бірі ол әрине денсаулық. Денсаулық Алладан берілген үлкен аманат. Ал біз аманатқа қиянат жасамай, оны жақсылап күтініп, пайдалы өнімдерді тұтынып, зиянды нәрселерге жоламай, спортпен шұғылданып, өзіміздің жасымыздан жас көрінуге әрекет жасауымыз қажет. Себебі денсаулықты ешқандай ақшаға, алтынға, күміске, бағалы затқа айырбастай алмайсың. Ол сенде бар ең басты құндылығың. Өмірде белгілі бір жетістікке жету, не болмаса әлемді шарлау, күнделікті жүріп тұруың, қалаған жеріңе баруың, қалаған нәрсеңді жасай алуың, тамақты да іше алуың, барлығы денсаулыққа байланысты. Осыны есімізден шығармайық. Көңіліңіз көктемнің жайма шуақ кезеңіндей көтеріңкі болып, деніңіз сау, аман-есен жайнап жүре беріңіз. Барлық нәрсені жасау, оны іске асыру әр адамның өзінің қолында. Менің каналым сіздер үшін пайдалы болады деген ойдамын. Жаңадан ашылған каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Мен сіздер үшін барынша пайдалы болуға тырысамын. Күндеріңізге сәттілік. Келесі жаңа видеода кездескенше.